Қымбатты балалар, өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәңгілік ізденіс, мәңгілік жол деп аталады. Бұл сабағымызда сіздер оқу білімнің қаншалықты маңызды екендігі жөнінде терең де нақты ақпараттарды ала аласыздар. Сабақтың мәңгілік ізденіс, мәңгілік жол деген тақырыбына байланысты сабағымыздың бүгінгі қойылған мақсат міндеттерін түсінуге сәйкес мына дәйек сөзді алып отырмыз. Бұл дәйек сөз біздің қазақ әдебиетіне өзіндік үлесін қосқан публицист, драматург, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың өлеңінен үзінді еді. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң, қу өнерді, бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужанарсың, тоймасаң деген сөзін алып отырмыз. Енді кезекті дәйек сөзге қатысты төменде берілген сұрақтарға қалай жауап береді едіңіздер? Ойланып көріңіздерші. Автор оқу білімді неліктен жанған шыраққа теңеген? Қу өнерді, бу беліңді жігер сал деген жолдың мағынасы қандай? Өзіңіз өнер білім арқылы қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз? Оқулықтың оқып үйренейік айдарында берілген Мұхтар Құл-Мұхаммедтің Әл-Фараби туралы жазылған әңгімесіне назар аударайық. Мәтінде шығыстың ұлы ойшылы Әбу-Насыр Әл-Фарабидің білім мен ғылым жолындағы ізденісі баяндалады. Весежден Фарабқа қарай бір қолында таяғы, екіншісінде түйіншігі бар, қарапайым киінген жолаушы алдында қандай тағдыр күтіп тұрғанын ойланбастан аяғын сенімді, нық басып келеді. Оған мақсатына жақын қалғандай көрінеді. Жүрегіндегі қазіргі жалғыз ой өзі таңдаған жолға түсу алдына қойған мақсатын іске асыру. Әл-Фараби бәрінен бұрын адамның жан дүниесіне көбірек үңілді. Оны замандастары Муаллим ас-Сана, яғни екінші ұстаз деп атады. Оның басты ұстанымы өмірінің мәні, әлемді танып, біліп, оның заңдылықтарын адамдарға көрсетіп беруге болады. Өздеріңіз көріп отырғандай балалар, өмір бойы білім алу мен өзін-өзі жетілдірудің маңызы зор екен. Әл-Фарабидің мәңгілік ізденіс жолына түсуіне не себеп болды? Ілім үйрену жолында қандай жетістіктер қажетті? Неліктен адам өмір бойы біліп алып, кемелденуі тиіс? Білімге құштарлық адам бойында қандай қасиеттер мен құндылықтарды дамытады? Өздеріңіз білімдеріңізді қаншалықты арттырып, адамгершілік тұрғыда өздеріңізді жетілдіріп жүрсіздер? Әңгімелеп беріңіздер. Ал енді балалар, бәріміз бірге Әл-Фараби бабамыз туралы бейне роликті бірге тамашалайық. Неге барлығы Әл-Фарабиді әлемнің екінші ұстазы деп атайды? Әл-Фараби бала кезінен өте зерек, білімге құмар болған. Сол құштарлығының арқасында ол 12-16 жас шамасында саяхатқа шығады. Сол замандағы әлемнің мәдени орталықтары Хорасанда, Дамаскіде, Алеппода, Мысырда болып, ғылым мен өнердің, мәдениеттің ордасы әйгілі Бағдат шаһарына келіп жетеді. Бұл қалада Әл-Фарабиді ерекше қуантқаны оның әлемге әйгілі кітапханасы еді. Алғашқы кезде Әл-Фараби өзін ақын, әнші, күйші ретінде жақсы танытады. Сол кездің әйгілі ғалымдармен кездесіп, олардан көп тіл үйренеді. Тарихи деректер бойынша ол 70-ге жуық тіл білген. Есейе келе Әл-Фараби ежелгі грек ғалымдарының күрделі ғылыми зерттеулерін зерделей бастайды. Міне, осы кезде ол әлемнің бірінші ұстазы атанған Аристотель, Платон сынды ежелгі ойшылдардың шығармаларымен танысады. Орта ғасырларда Европа елдерінде үлкен рухани дағдарыс басталды. Ғылымның дамуы тоқтап, мәдениет құлдырап жатты. Осындай қиын кезеңде халық ежелгі ғұламалардың, соның ішінде Аристотельдің еңбектеріне қайта оралуды жөн көрді. Бірақ ол уақытта Аристотельдің кейбір құнды ойлары бұрмаланып, оны түсіну қиынға соғады. Осы тұста Әл-Фараби Аристотельдің метафизика, категория, бірінші және екінші аналитика сияқты күрделі еңбектерін оқып қана қоймай, жаңсақ ойлардан тазартып, түсініктетіп аударады. Содан бастап, халық Әл-Фарабидің еңбектеріне жүгіне бастайды. Көптеген ғалымдар шығыс мәдениетін, оның тарихы мен дәстүрін,
Әл-Фараби шығармалар арқылы жақын таниды. Сол замандағы ғалымдардың пікірінше, оның еңбектері Еуропадағы қайта өрлеу дәуіріне, яғни Ренессансқа бастау болды. Осылайша дара тұлғамыз батыс пен шығысты байланыстырған алып көпірге айналды. Сондай-ақ Әл-Фарабиді дүниеге танытқан тағы бір еңбегі «Музыканың үлкен кітабы» атты туындысы. Ғұлама бұл кітабында математикалық тәсілдерді пайдаланып, музыкалық дыбыстарды қағаз бетіне түсіріп, нота түсінігін алғаш дүниеге келген. Музыка теориясын ғана жазып қоймай, аспаптарды қолдан жасап, сол аспаптарда өзі шебер ойнай білген. Әл-Фараби зерттеген негізгі аспаптар сыбызғы, чанг, рубаб, қобыз, тамбур, канун, нагора, дойра және басқалар. Ғалымдардың шығуы, кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындары, музыканың үлкен кітабы, ақылдың мәні туралы және тағы басқа көптеген философиялық зерттеулер жазған. Ғылыми деректерге сүйенсек, Әл-Фараби өзінің 80 жылдық ғұмырында философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі, жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларында 150-ге жуық трактаттар жазып қалдырған. Әл-Фараби Аристотельден кейін әлемдік ғылымға екінші өмір сыйлаған үшін шығыс философтары оны екінші ұстаз деп атады. Келесі шығармашылық жұмыста сіздерге мына төменде берілген қанатты сөздердің мағынасын түсініп, ой қорытып, бірге талқылауды ұсынамыз. Конфуций: 15 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннен арылдым. 50 жасымда көптің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата білдім. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Ахмет Йогенекий: білген адам білімді өмір бойы іздейді. Абай Құнанбайұлы: адамның көңілі шын мейірленсе, білім, ғылымның өзі де адамға мейірленіп тез қолға түседі. Шала мейір шала байқайды. Міне балалар, тапсырманы орындау арқылы сіздер түрлі көзқарас, пікірді талдай отырып, өмір бойы үздіксіз білім алудың маңыздылығын ұғынатын боласыздар. Оқулықта берілген жаңа ақпарат айдарында сіздер оқу білімнің маңызы туралы түсініктеріңізді тереңдете білесіздер. Енді осы ақпаратқа назар аударайық. Білім бұл қолдағы шырақ, адамның санасы түбі жоқ теңіз, ал білім теңіз түбіндегі інжу маржан. Білім көзі іздену. Білім бүкіл адамзатты сусындата алар шалқар көл, байлыққа, бақытқа бөлер таусылмас кен, рухани дерттің бәрін аластайтын күш қуат беретін дәру. Білім адамға оңайлықпен түспейді. Оны меңгеру үшін өлшеусіз әрекет өту керек. Ғылым білімге түбегейлі берілген адам ғана ойлаған мақсатына жете алады. Балалар, енді өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалармен таныс болыңыздар. Алғашқы тапсырма бойынша оқулықтың 159-160 беттеріндегі Мағжан Жұмабаевтың өнер білім қайтсе табылар өлеңін оқып, оның мазмұнында айтылған өнер білімді үйренуге қажетті қасиеттер мен іс-әрекеттерді теріп жазу қажет. Екінші тапсырмаға сәйкес оқулықтың 160-162 беттерінде берілген Шәкәрім Құдайбердіұлының мәнді сөздерінен үзінділер оқу ұсынылады. Мәтінді отбасында ата-аналарыңызбен бірге талдап, пікір алысып, қорытындылауды ұсынамыз. Қымбатты балалар, сабағымыздың жүректен жүрекке айдарында әлемді өнерімен тәнті етіп, дүйім жұртты өзіне бас идірген Димаш Құдайбергеновтың орындауындағы Айтбаев Қанаттың әні «Ақ тілек» дегенді бірге тамашалап орындайық. Сонымен, қымбатты балалар, бүгінгі сабағымызда ең негізгі, ең маңызды деген ақпараттармен таныстыңыздар. Өздеріңізге түсініксіз болған, сұрақтар туындаған жағдайда мұғалімдеріңізге хабарласып, қосымша сұрақтар беріп, түсініктеріңізді молайтуға болады. Келесі сабағымызда кездескенше, қош, сау болыңыздар балалар.